Қайырлы күн, эфирде Манас 34, сіздермен Аяулым Батырғазы. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Enactus IE2 тағы бір маңызды жетістікке қол жеткізді. Enactus Қазақстанның ең белсенді командалардың тізімінде бірінші орын алды. Бұл қажырлы еңбек, командалық рух және үздіксіз даму жолындағы талпыныстың нәтижесі. Студенттеріміздің жетістігімен мақтанамыз және алдағы уақытта бұдан да биік белестерді бағындырады деген сенімдеміз. Enactus IE2-дің осы жетістіктерінің бір дәлелі команда мүшесі Надира Аслемова. Ол би өнері мен әлеуметтік жобалар арқылы қоғамға оң өзгерістер әкелуге атсалысып келеді. Алдағы бейнематериал Надираның шығармашылық жолы мен Enactus IE2 командасының бастамалары туралы. Ендеше бірге тамашалаймыз. Надира сөзбен қозғалысты тоғыстырған өнер иесі. Ол ақпаратты ғана емес, сезімді де жеткізеді. Shadows ұйымының бишісі ретінде әр қимыл мен оқиғаны баяндайды. Shadows 24 талантты жастың шығармашылық алаңы. Надира үшін би еркіндік пен эмоцияның көрінісі. Негізі жалпы осы Shadows организациясына кірмей тұрып, бұл жай ғана мен үшін хобби болатын. Яғни мен өзім шоу-балетте жұмыс істеп жүрдім. Содан кейін осы Shadows организациясына кірген соң, олар қазір даму үстінде, соған қарай мен де өзім кәсіби деңгейге жеткізгім келеді. Надира Shadows ұйымының бишісі және Enactus мүшесі. Enactus'тың мақсаты университеттегі іс-шараларды ұйымдастырып, әлеуметтік және кәсіпкерлік жобаларды дамыту. Бұл орта Надираға ұйымдастырушылық қабілетін шыңдап, қоғамға пайдалы бастамаларға үлес қосуға мүмкіндік береді. Надира өте жақсы қыз, еңбекқор студент. Біздің ұйымымызда өте ұйымшыл, командамен тиімді жұмыс істей алатын еңбекқор қыз. Надира өз талантын дамытып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашуда. Ол шығармашылық пен белсенділікті ұштастыра отырып, өз жолын қалыптастырып келеді. Алдағы уақытта биік белестерді бағындыруына тілектеспіз. Қазақстанның жоғарғы оқу орындары Қытаймен ынтымақтастығын нығайтуда. Жақында Хату делегациясы Қытайдың жетекші университеттерімен және технологиялық компаниялармен келісімдерге қол қойды. Бұл серіктестік академиялық алмасу, инновациялық зертханалар құру және IT саласындағы ғылыми зерттеулерді дамытуға мүмкіндік береді. IE2 және Yalong жаңа серіктестік. Хату мен Қытайдың жетекші робототехника компаниясы Yalong серіктестік туралы меморандумға қол қойды. Жақын арада университетімізде заманауи робототехника зертханасы ашылуы мүмкін. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде алғашқы AID 2025 халықаралық семинары өтті. Іс-шарада VR, AR және MR технологияларының медицинада, білім беруде, мәдениет пен өнеркәсіпте қолданылуы талқыланды. Әлемдік сарапшылардың баяндамалары мен заманауи жаңалықтар шараның басты назарында болды. Эфирде Манас 34. Цифрлық журналистика мамандығының студенттері Евразия арнасындағы Көреміз ток-шоуының шығармашылық тобымен кездесті. Жобаның түсірілімінде болып, телеөнім дайындаудағы жауапкершіліктің қандай екендігін біліп қайтты. Телепроцесті түсіріп қайтқан тілшіміз Ақнұр Ақылбектің бейне материалын көрейік. Қайырлы күн, сіздермен бірге жас тілші Ақнұр Ақылбек. Бүгін Көреміз ток-шоуының түсіріліміне барып, эфир сыртындағы процесті тамашалаймыз. Камералар қосылғанға дейін қандай дайындық жүргізіледі? Жүргізуші мен көрермендер қалай әзірленеді? Барлығын өз көзімізбен көріп, сіздерге жеткіземіз. Цифрлық журналистика мамандығының студенттері Еуразия телеарнасындағы Көреміз шоуының түсіріліміне қатысты. Жоба редакторы Камила Болат жастарды қарсы алып, студияның тыныс тіршілігімен таныстырды. Көрерменге өнімнің соңғы нұсқасы ұсынылады, алайда оның артында үлкен еңбекті талап ететін күрделі процесс жатыр. Студияда ерекше атмосфера, камералар орнатылып, жарық реттеліп, жүргізуші соңғы дайындықтар жасауда. Операторлар әр кадрдың сапасын қадағалап, редакторлар сценарий мазмұны мен қонақтардың келгенін қадағалап жатыр. Енді редактордың жауапкершілігі өте жоғары деп айта аламын, себебі редактор ол тақырыпты таңдайды, тақырыпты таңдағаннан кейін кейіпкерлер іздейді. Жалпы осы бағдарламаның негізі
редакторлар. Ал жаңағы осы бағдарлама ол үлкен бір экожүйе сияқты ғой. Редакторларда өте үлкен жауапкершілік бар, кейіпкер, сюжет, сценарий, жаңағы тақырып таңдау деген сияқты. Көреміз шоуының жүргізушісі Меруерт Бауыржанқызы болашақ журналистерді ерекше ықыласпен қарсы алды. Маманның пікірінше, күн сайын эфирге шығатын бағдарламаны дайындау үлкен жауапкершілікті талап етеді. Телевизияда ұжымдық үйлесімділік болған жағдайда ғана жақсы туынды өмірге келеді. Байқасаңыздар, біздің студияның түсі де өзгерді. Қазір мен сары түс, яғни біз тек қана позитивті жаңалықтар береміз. Енді алдағы уақытта да осы қарқыннан таймаймыз. Позитивті, көңілді десе де қоғамдағы өзекті тақырыптарды да қозғайтын боламыз. Басты мақсат бұл жерде қазіргі өмірімізде онсыз да жағымсыз жаңалықтар өте көп қой. Көреміз ток-шоу арқылы студенттер шығармашылық процеспен танысып қоймай тәжірибелік дағды жинап қайтты. Телевизиядағы әрбір шығармашылық топ мүшесінің жауапкершілігі мен ізденісінен, жоба үшін жанталасқан үлкен топтың ауызбіршілігінен сабақ алды. Өте керемет десем болады. Бүгін біз телеканалдан, телевизордан, телефоннан көріп жүрген көремізге өзіміз келдік, өз көзімізбен көрдік. Эфир сыртында не болып жатады, қандай қызықты жағдайлар орын алады, бәрі көріп, былайша айтқанда жақсы әсер алдық. Көреміз ток-шоуынан ерекше әсер алдық. Бұл менің бірінші рет келуім, және де Меруерт Бауыржанқызымен осы көреміздің жүргізушісімен таныстық. Және де маған өте ұнады, болашақта осы жерде жұмыс істегім келеді. Теледидардан көріп жүрген адамдардың барлығымыз өмірде көрдік. Мысалға айта кетсек, Меруерт ханымды мен теледидардан көретінмін. Ол менің арманым тұғын, бірақ мен бүгінде оны өмірде көрдім. Және өмірдегі әсерім өте керемет. Теледидардан қарағанда әсерлі болады екенсің. Біздің студенттер секілді сен де медиаларға барып, өндіріс процесімен танысып, медиа тұлғалардан дәріс алған келе ме? Онда IT Nation олимпиадасына қатысуды ұмытпа. Масс-медиа саласына қызығатын дарынды оқушылар үшін олимпиадаға тіркелу басталды. Жеңімпаздарға гранттар мен оқу жеңілдіктері беріледі. Байқау 19 мен 26 сәуір аралығында өтеді. Бағыңды сынап көр де біздің қатарымызға қосыл. Манас 34-тің бүгінге айтары осы. Қызықты ақпараттарыңыз болса, бізбен бөлісуді ұмытпаңыз. Біздің Instagram және TikTok парақшамызға жазылып, оқу ордамызда болып жатқан жаңалықтармен құлағдар болып жүріңіз. Эфирде жүздескенше.